Қытай баламалы энергия бойынша жер жүзінің инновациялық жетістіктерін паш ететін Экспо 2017 көрмесіне орай өтуде. Шетелде жүрген кезінде жағдайсыз көшіп кеткен, кетіп қалған, ғалым болып жүрген, зертханаларда жұмыс істеп жүрген біздің азаматтарымыз бар. Үкімет осындай азаматтарды елге тартып, мамандығына, мүмкіндігіне қарай жағдай жасаудың тетіктерін қарастырсын. Елбасы дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайында бизнес пен ғылым саласындағы инновацияға біздің шеттегі отандастарымызды тарту туралы сөз қозғады. Бұл әлемнің әр қиырындағы қандастарымызбен рухани қарым-қатынас орнатып, олардың табыс жолын елге таныстыру, өркениетімізге өз үлестерін қостыру. Осыған орай Америка құрама штатында бүгінгі қоғамға сай, кәсібилігі аса жоғары деп танылған таңдаулы да табысты бірқатар отандастарымызбен кездесулер өткізілді. Солардың қатарында Ғалымжан Өтеулин мен Абылай Оспанов та бар. Ғалымжан Өтеулин ақштың IT индустриясындағы туа біткен талантты жас маман, Индиана университетінің түлегі. 30 жастағы Ғалымжан Google компаниясында бағдарламаны қамтамасыз ету саласының инженері болып істейтін жалғыз қазақ жігіті. Шалғайда жүрсе де, жүрегі отан деп соғатын Ғалымжан әңгімесін туған жерге деген сағыныштан бастады. Біріншіден, қазақтың жақсы бір мақалы бар. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дегендей. Менің үшін отан ол менің балашағым, ол Алматым, тауларым, Астананың есіл жағалауы, және сағынатын әке-шешем, достарым, жақындарым. Бірақ өмірде ойлағандай, өмірдің сыйлары ойлағандай болмайды ғой. Соған байланысты жұмысым туған жерден шет елде орналасқан. Сол өмірдің бір кезеңінде әлемнің деңгейдегі кәсіби шебер болу үшін Амазонда, кейіннен Googleға түсуге, жұмыс істеуге таңдадым. Енді тағы бір қазақтың жақсы сөзі бар, туған елдің қадіретін шетте жүрсең білерсің дегендей, мен алыс болуым, біздің қазақ мәдениетін сол елде тұрғандағында биік бағалауды үйрендім. Өзіңнің туған жердің сезуің, қазақ екеніңді сезуіңді мұнда шет елде жүргенде өте қатты сезесің. Отбасыңда қалыптасқан сезіміңді сондай қатты жүрегіңе тиеді. Аты әлемге әйгілі Google компаниясының штатында 80 мыңнан астам адам жұмыс жасайды. Ал мұнда жұмысқа тұру мақсатымен іріктеуден өткісі келетіндердің кезектегі саны миллионға жуық көрінеді. Демек, бұл жерге жету жеңіл емес. Ендеше алып компанияға жалпы Америкаға қалай жол болғаны жайлы сөз қозғадық. Менің бала жағынан бастап, Америкада информациялық технология жағынан саласы өте дамыған сияқты деп ойлап, ақшқа әрқашанда тырыстым. Мен біріншіден Алматының 159-шы мектепті 5-ші классқа дейін оқыдым. Содан кейін Астанадағы 9-шы лицейді бітірдім. Содан кейін мен өзім талпынанып, Purdue University деген университетке түсуге сәт көрдім. Содан кейін 2-ші жылы оқығанда Amazon компаниясының тәжірибеге деген жұмыс орнына түстім. Ол өте ірі компания, информация технология саласында ең жетекші e-commerce компаниясы деп аталады. Соған түсіп, одан кейін мен 2009 жылы жұмысқа түстім. 2013 жылынан бастап мен Google'да басқа бір жақсы жобаны табып, оған қызықтырып, Google'ға түстім. Дегенмен кісінің кім болмағы қолға алған ісінің нәтижесі арқылы да көрінеді ғой. Еңбек жолындағы ерлік пен жалтаруға болмас жанғияр жауапкершіліктің өзі
адам мерейін өсіретін патриотизмнің бір көрінісі емес пе? Негізінде патриотизмге әртүрлі мағына беріледі. Мысалға айтсақ, саяси қоғамдық патриотизм деген бар. Бұндай патриотизмде адамның бүкіл іс-әрекеттері кең жарықтандырылады да, өзінің бір идеологияны таратуға бағытталған. Ол тіпті ұрандарымен, сөздерімен я басқа адамдарды, басқаларды белгілі бір іс-әрекеттерге шақыруға бірге жүреді. Мүмкін ойласам олар жаман емес шығар, бірақ та менің ойымша, менің түсінуімше патриотизмнің көрінісі басқада. Ең біріншісі ол өзіңді және айналадағыларды құрметтеу. Ол қоршаған ортаға мұқият болу. Өзіңнің және басқалардың уақытын сыйлау. Екіншісі ол қызметіңе деген сүйіспеншілік. Ол кәсіби шеберлік, кәсіби этика, жақсы болуға тырысу. Және елімде сондай секілді ақылды, мықты азаматтар тұрғанын тілеу деп ойлаймын. Өйткені сондай асыл азаматтармен сондай ел жетекші және дамыған елдердің қатарында болады деп ойлаймын. Сондықтан өзіңді өте сауатты азамат, өзіңді пайдалы, принципті маман болуға тырысу, мақсат ету, ол нағыз патриотизм деп ойлаймын. Google-ға жұмысқа қабылдаудың аса қатаң тәртібіне қосымша, компанияның өз ішінде жұмыс үрдісін бағалаудан көрі, оның нәтижесіне қол жеткізуді ұйымдастыру принципі маңызды болып есептеледі. Әрі мұнда жоғары басшылық емес, керісінше, өніммен тікелей жұмыс істейтін маманның басымдылыққа ие болу құқығы бар. Ең бастысы, компанияға пайда түсірсе болғаны. Тағы бір ерекшелік ол, өз жұмысшыларын жаңа өнімдер өндіруге әркез ынталандырып отыруы. Ең үлкен ынталандыру әдісі бүкіл ақш бойынша ең жоғарғы көрсеткіштегі айлық жалақы дейді ғалымжан. Ал іскер азамат үшін жұмыста алаңсыз болу, үй іші мен ағайын арасындағы жайлы қарым-қатынастың, бауырлық береке бірліктің өзегін берік сақтауында жатыр. Себебі бақыттың бастауы отбасынан басталмақ. Отан отбасынан басталы деген өте жақсы сөз бар. Өйткені ол мен үшін отбасым ол өте үлкен дүние. Туған елден шет жүргенде одан да қатты сезім пайда болды. Отбасы құру ол біріншіден үлкен жауапкершілік, және екіншісі ол бақыт, өте үлкен бақыт. Әрине, бойдақ болу ол өте оңай. Өзінің ресурстарын, өзінің иелігінде ақша, уақыт, тіпті ұйқыда барлығы сенікі. Бірақ өмірде сондай кез болады, өз адамыңды кездесесің. Өмірді сол адамсыз елестетуге мүмкіншілікте болмайтынын түсінесің. Сол жағынан мен өте бақыттымын. Зарема жолдасым және мен екеуміз ұлымыз өсіп жатыр. 2,5 жаста қазір Далил. Өзі кішкентай болғанымен де өзінің ерекше көзқарасы да бар қазір. Бізге өзінің жеке кеңістігі бар. Бізге күнде жеке тұлға ретінде дәлелдеуге тырысады. Соған қатынасты бір жақсы анықтамасы бар. Бақытты адам таңертең жұмысқа жүгіреді, кешке үйге асығады деген. Сол мен туралы. Ал басқа жағынан қарасақ, жауапкершілік ол өте үлкен жауапкершілік. Өзің жете алатын нәрсені Құдайдан сұрап қайтесің демекші, тәуекел етпеген адам ештеңе ұта алмайды. Үлкен жетістікке жету үшін де темірдей тәртіп пен табандылық, айқын логика мен адами мәдениеттілік қажет. Жалпы айтсақ, жалпылама. Менің мақсатым ол жақсы өмір сүру, құрмет, ісіме үшін мақтану бақыты, кәсіби шеберлік және отбасымды сүю.
жеке тұлға ретінде өсу. Ал егер атап айтсақ, біздің әлеміміз, дүниеміз қазір соншама өзгергіш, айналада барлығы тез өзгереді. Соған байланысты қарапайым мысалды келтірсек, 10 жыл бұрын мобильді application деген сотовый телефон. Соған байланысты дайындайтын мамандар болатын кім білді. Шынымен айтқанда, адамның жеке тұлға ретінде дамыту тұрғысынан қарағанда 10 жыл өте қысқа уақыт. Яғни, ондаған жылдарға қойылған белгілі мақсат, ол өзекті болмауы мүмкін. Google'дың басты жетістігі оның адамға, адам капиталына деген қарым-қатынасы. Олар ең жақсыны таңдап алады, және оны ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етеді. Жеке адамның қабілетін жан-жақты дамытып, оны іске асыруына көптеген мүмкіндіктер жасайды. Осы тұрғыдан келгенде Ғалымжан бүгін сандық Қазақстан жобасының көлемінде жасалатын бағдарламалық дүниелерге қатысуға дайын. Әрі қазақстандық жастармен тәжірибесін бөлісіп, оларды үйретуге әзір екенін айтады. Абылай Оспан, IT саласындағы белгілі кәсіпкер, 37 жаста, Арқалықта дүниеге келген. Қазір Майамида тұрады. Республикалық олимпиадалардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Мәскеу мемлекеттік университетінің химия факультетін бітірген. Я уроженец Арқалыка, из Казахстана. Соответственно, в Арқалыке учился в гимназии. Мен Қазақстанның Арқалық қаласынан келдім. Арқалықта химия пәнін тереңдетіп оқытатын гимназияда оқыдым. 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптарда химия пәнінен республикалық олимпиадаларға қатысып, 1-ші орын, халықаралық олимпиадада 3-ші орын алдым. Осыдан кейін мені Казгу мен МГУ-ға экзаменсіз оқуға түсуге шақырды. Мен МГУ-ды таңдадым. Бұл 97-ші жыл болатын. 2002 жылы МГУ-ды бітірдім. Екінші, үшінші курстарда жүргенде жатақханадағы достарыммен бірлесе компания құрдым. Интернет жасап, жатақханадағы студенттердің бөлмелерінде компьютерлерін іске қостым. Сол кезде бұл Мәскеудегі ең алғашқы интернет жүйелерінің бірі болды. Кейін осы компьютерлік жүйеге арнап программа жасадық. Бұл программаны біз студент кезімізден, сонау 2001 жылдан бастаған болатынбыз. Университетті бітірген соңда осы іспен айналыстым. Телекоммуникация саласындағы көптеген атақты адамдармен таныстым. В телекоммуникационной области, которые работают. Ол студент кезінде интернет трафиктің есебін жүргізу үшін биллинг жүйесінің алғашқы нұсқасын жасап шығарып, оны университет жатақханасының өз ішінде сынап көрді. Осы негізде ресейлік NetApp компаниясын құрып, 16 жыл ішінде телекоммуникация кәсіпкерлігінің шешімін табуды ұсынған. После университета и где-то, наверное, до 2010 года это была просто упорная. Университет бітіргеннен кейінгі уақытта қатты беріле жұмыс істедім. Күніне 6 сағат қана ұйықтап, өзімнің, өнімдерімнің және командамның көтерілуіне бар күшімді салдым. Бізбен бірге өте білікті программистер, техникалық қолдау мамандары жұмыс жасайды. С тех пор я вот, собственно, уже сколько, 17 лет. Содан бері 17 жыл бойы күн сайын өзімнің компьютер, интернет, ақпараттық технология саласындағы біліктілігімді жетілдіріп келемін. С точки зрения интернета, все, что касается... Бұл сала бұрында тұрған жоқ, тез дамуда. Ол әсіресе Америкада өте анық байқалады. Особенно вот здесь в Америке это очень заметно. Егер бір істі бастауға құлқың болмаса, оның нәтижесі де ойдағыдай болмайды. Сенбесең, бастама. Істі бастамай тұрып ойланған, қорытынды шығара алмаған соң ойланғаннан әлде қайда артық дейді Абылай. Тіпті дос арттырып, отбасын құруда да жауапкершілік пен талап қатар тұруға жет деп санайды. Познакомился вот с Верой в Москве, вот мы, соответственно, у нас... Верамен Мәскеуде танысып үйлендік. Тұңғышымыз Алсу туылды. Мәскеуде өте суық, балалар көп ауыра беретін болған соң,
қыста осы жаққа Майамиға жарты жылға келе тұратынбыз. Осылай 3-4 жыл бойы келіп кетіп жүрдік. Екінші, үшінші қызымыз осында туылды. 3 баламен үнемі осылай жол жүру қиын болған соң, 2 жылдан бері ешқайда қозғалмай, осында тұрып жатырмыз. Енді осында тұрақтап қалу жоспарда бар. Мы уже 2 года как бы никуда не двигаемся. То есть здесь уже как бы обосновались и, наверное, планируем оставаться. Қазір ол өзімен пікірлес серіктерімен бірлесе отырып, бүгінгі күні ақш үшін аса маңызды дауылдардың пайда болуына кедергі болатын жобаға қатысуға дайындалу үстінде. Ол ұсынған идея мұхиттардың тереңінен құбыр арқылы жылы және суық суды шығарып, өзара араластыруға негізделген. Бұл инновациялық жоба қазір қызу талқылану үстінде. Вот у нас здесь в конце лета, осенью был ураган. Мұнда бізде жаздың соңы, күздің басында 5 балдық Ирма дауылы болды. Бұл өте жоғары категорияға жататын аса қауіпті дауыл. Барлық электр желілері үзіліп, қалада бір жетідей жарық болмады. Мен өз үйімнің шатырына күн сәулесінен жылу жинайтын панельдерді қойдым. Аккумуляторды құрылғы гаджет қостым. Сөйтіп біздің үйде бір апта бойына жарық жанып тұрды. Дауыл мұнда жыл сайын болып тұрады. ақш-та ғана емес, әлем бойынша да. Экваторда тұратындар үнемі дауылды бастан кешіреді. Мен осы дауылмен күресу және оның алдын алу үшін өнертапқыштық идея ұсындым. Ол мұхит суының жоғарғы қабатын суыту туралы. Себебі мұхит суының беті қатты қызған кезде шамадан тыс бу көтеріліп, дауыл тұрады. Яғни дауыл бар қуатты осы мұхит бетінен алады. Ал жаңағы идея арқылы осы қуат күшінде дауыл күшінде кемітуге немесе одан құтылуға болады. Оның ең оңай тәсілі мұхиттың тереңінен суық суды жоғары көтеру керек. Былайша айтқанда суық су мен жылы суды араластыру керек. Егер техникалық кешенді есептесек, менің ойымша бұл қиындықты осындай жолмен шешуге болады. Комплекс, я думаю, вполне реально сделать решение этой проблемы вот таким образом. Абылай Оспанның инновациялық жобасының бірі Джокер ТВ. Бұл сандық теледидардың барлық түрлеріне қолдау таныта отырып, телеарналарды жер бетіндегі кез келген мемлекетте көруге мүмкіндік беретін жоба. Осы жобасы үшін ғалым жігіт ақш-тың Питтсбург қаласында инновация және өнертапқыштық саласы бойынша жыл сайын өтетін Инпекс халықаралық көрмесінің алтын медалін жеңіп алды. Такой вот, соответственно, гаджет я разрабатываю, Джокер ТВ называется. Мен мынадай құрылғылары, гаджеттер жасаймын. Джокер ТВ деп аталады. Дизайнын өзім жасап, қорапшасын құрастырдым. Осы ноу-хау үшін Ресейде патент алдым. Ал 2016 жылы Питтсбургте өткен өнертапқыштардың халықаралық көрмесінде жүлдеге ие болдым. Мұны сандық және спутниктік телевидениенің барлық түріне қосуға болады. Әрі әлем бойынша барлық мемлекетте жұмыс істейді. Бұл құралды электр жарығын іске қосатын розеткалармен немесе жалғаушы құрал переходниктермен салыстыра аламыз. Әр мемлекеттің өз нүктесі бар деп есептесек, бұл сол нүктелерді жалғастырушы құрал деуге болады. Мен жасаған бұл құрылым барлық стандарттарды қолдап, сандық телевидениені бүкіл әлем бойынша көрсете алады. Телевидение работает в любой стране мира. Абылай Оспан Қазақстандағы сандық индустрияның дамуынан өте жақсы хабардар. Ол сандық Қазақстан бағдарламасын жете зерттеп шығып, оны сапалы түрде жүзеге асыру үшін бірқатар ұсыныста жасап отыр. Мәселен, алыс елді мекендерді интернетпен кең қамту үшін 1000 шақырым биіктікте, яғни орбитадан төмен кеңістікте ұшатын спутниктерді қолдану керектігін айтады. Бұл Қазақстанның кез келген нүктесін интернетке ешбір желісіз ақ сапалы түрде іске қосалады. Ғалым бұл техникалық шешімді Ресей, Қытай және Үндістанмен кооперация құру арқылы шешуге болады деген пікірде. Мен жақын арада сандық Қазақстан бойынша құжаттармен танысып шықтым. Нұрсұлтан Әбішұлы негізінен дамудың дұрыс векторын ұсынып отыр. Себебі өткен ғасырмен емес, шарықтап алға шыққысы келетін, тіпті ертеңгі күнмен өмір сүргісі келетін мемлекет үшін сандық бағдарламаға көшу қажет әрине. Бағдарлама туралы менің де оң пікірім бар. Тек алыс жатқан аймақтарды іске қосу мәселесі тұр. Мұны желілер арқылы, яғни қарапайым технология арқылы жүзеге асыру көрсетілген.
Менің тарапымнан мұнан да қызықты әдіс. Ешбір желісіз орбитадан төмен жатқан кеңістікте ұшатын спутниктер арқылы шешу туралы идея бар. Ол өзінің жылдамдығы жағынан кабельді интернеттен еш кем емес. Керісінше ол абонентті Қазақстан территориясына ғана емес, әлемнің кез келген нүктесіне қоса алады. Абоненты не только на территории Казахстана. Ғалымның пікірі бойынша, егер Қазақстан осындай спутниктер шоғырын құра алса, ол өзіндегі интернетке деген ішкі сұранысты қанағаттандырып қана қоймай, өзі де сыртқа интернет шығара алады. В этом случае мы могли бы объединить усилия Казахстана.